Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай шашырап тұратын шашпа палау пісіреміз. Бізге керекті заттар: ет, сәбіз, пияз, күріш және палауға қосылатын дәмдеуіштер. Ең алдымен қазанымызға майымызды құямыз. Май қызғаннан кейін етімізді саламыз. Етті қызарғанша қуырамыз. Ет қызарғаннан кейін ыстық су құямыз. Су қайнаған соң астын жай отқа қойып 40 минуттай жай отта қайнатамыз. Ет әдемі жұмсақ болып піседі. Әрі қарай туралған сәбізімізді саламыз. Тұз, палауға арналған дәмдеуіштерді қосамыз. 5 минуттай қатты отта қуырып аламыз. Пиязын қосамыз. Бәрін араластырып 5 минуттай қуырамыз. Сәбіз де пияз да жұмсақ, әдемі болып қуырылады. Күрішті саламыз. Күріштің үстіне видеодағыдай сәл жоғары қып ыстық су құямыз. Бетін жауып, қатты отта 4 минуттай қайнатамыз. Төрт минут өткен соң газдың отын жай баяу отта 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Сол аралықта мүлдем ашуға болмайды. 20 минут уақыт өткеннен кейін палауымыз дайын десек болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай шашырап әдемі болып пісті. Езіліп, жабысып кетпейтіндей шашпа палауымыз дайын. Дайын болған палауымызды тарелкеге салып дастарханға ұсына берсек болады. Осы видео сіздерге ұнаған болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.